жеткен арман жаса тәуелсіздігім, өз қолыма берген ерлік тізгінін. Ие болған әлем ілтипатына дербес бейбіт мемлекетпіз біз бүгін. Қазақтың елі, қазақтың жері, береке қонған ұлы отан. Асқар тауларың, өзен көлдерің, жанынан қымбат ұлы отан. 1991 жыл, 1 желтоқсан. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайланды. 1991 жыл, 16 желтоқсан. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні деп жарияланды. 1992 жыл, 2 наурыз. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып кірді. 1992 жыл, 4 маусым. Тұңғыш президентіміз Қазақстан Республикасының рәміздері туралы заңға қол қойды. 1992 жыл Қазақстанның бірінші дүниежүзілік құрылтайы өтті. жылы 9 маусымда Қасым-Жомарт Тоқаев ел президенті болып сайланды. 20 наурызда Қазақстан экс-президенті Назарбаевтың құрметіне Астана қаласы Нұр-Сұлтан деп өзгертілді. 2020 жылы еріктілер жылы болды. Қазақстан Республикасының президенті 2021 жылда тәуелсіздіктің 30 жылдығы деп жариялады. Сәлеметсіздер ме? Біз Нұрсұлтан Әлімқұлов атындағы орта мектеп ұстаздары еліміздің тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз.